Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 6-шы сынып. Балалар, мына суреттен не көріп тұрсыңдар? Я, дұрыс айтасыңдар. Бұл Қазақстан картасы. Бүгінгі сабақ барысында Қазақстан жері және қазба байлықтары жайлы айтатын боламыз. Сабақтың тақырыбы Қазақстан картасы бойынша елімізді аралайық. Сабақтың мақсаты тұрмыстық әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну. Бүгінгі берілген жаңа сөздермен таныс болайық. Шикізат, қазба байлықтары, кен, мәрмәр, жез, мырыш, мұнай, құбыр, көмір, алтын. Берілген жаңа сөздерді оқушылар бірнеше рет оқып, тілдеріңді жаттықтырыңдар. Одан кейін сөздік дәптерлеріне аудармасымен жазып алыңдар. Мына берілген сұрақтар бойынша ойланып жауап беруге тырысыңдар. Қазақстан неше аймаққа бөлінеді? Қазақстанда неше облыс бар? Ал балалар, сендердің берген жауаптарыңмен салыстырып көрейік. Қазақстанда 4 аймақ бар. Олар оңтүстік, солтүстік, батыс және шығыс. Ал Қазақстанда 14 облыс бар. Солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола облысы, Қостанай, Қарағанды облысы, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Алматы облыстары, Жамбыл облысы, Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстары, Ақтөбе, Маңғыстау, Атырау және Батыс Қазақстан облыстары. Келесі берілген тапсырма тыңдалым. Негізгі және қосымша ақпаратты анықта. Бұл тапсырмаға берілген дескриптор мәтінді түсініп тыңдайды, негізгі және қосымша ақпаратты анықтайды. Бүгінгі сабаққа берілген мәтінмен таныс болыңдар. Қазақ жері неткен көркем, неткен бай. Елі алып, жері ұлан-ғайыр. Қазақстанның картасын қараңдаршы, оның алып, ұлан-ғайыр екеніне көз жеткізесің. Қазақстан шекарасының ұзындығы 15.000 километр. Тіпті қазақ жерінің шығысынан батысына қарай күн 3 сағат өтеді екен. Осындай алып жерге шикізат пен қазба байлықтарды қос. Қазақстан шикізат, қазба байлығы жағынан дүние жүзіндегі 186 елдің ішіндегі ең бай 10 елдің қатарына кіреді. Орталық Қазақстанда көмір, жез, қорғасын, мырыш, құмтас өндіріледі. Мұнда көмір қоры 200 миллиард тоннадан асады екен. Солтүстікте алтын, темір, шығыста қорғасын, мырыш, оңтүстікте қорғасын, оңтүстік, шығыс, солтүстікте мәрмәр кен орындары бар. Батыста су астында 4,5 миллиард тонна мұнай бар. Мұнай құбыры 10.715 шақырымға созылған. Міне, қазақ даласы осындай. Берілген мәтінге сүйене отырып, келесі тапсырманы орындайық. Қазақстанның қай аймағында қандай шикізат өндірілетінін кестеге жазыңдар. Ал енді дұрыс жауапқа қараймыз. Орталық Қазақстанда көмір, жез, қорғасын, мырыш өндіріледі. Ал шығыс Қазақстанда болса қорғасын, мырыш, мәрмәр бар. Солтүстік Қазақстан алтын, темір, мәрмәрға бай. Ал оңтүстік Қазақстан қорғасын,
мәрмәрімен мақтана алады, ал батыс Қазақстан бұл мұнай алқабы. Келесі тапсырма: сөзбен берілген сан есімдерді санмен жаз. Қазақстан аумағы 2.724.000 шаршы километрге тең. Жер көлемі бойынша Қазақстан әлемде 9-шы орын алады. Қазақстан шекарасының ұзындығы 15.000 километр. Синквейн немесе 5 жолды өлең құрастыр. Бірінші, тақырыпқа қатысты бір зат есім. Кім, не сұрағына жауап беретін. Екінші, бірінші зат есімге қатысты екі сын есім. Сын есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Үшінші, бірінші зат есімге қатысты үш етістік. Сұрақтары не істеді, не істейді. Төртінші, бірінші зат есіммен 4 сөзден тұратын сөйлем құрастыр. Бесінші, ол не деген сұраққа жауап береміз. Тексерейік. Берілген зат есім көмір. Көмір қара, жанғыш зат. Көмір жанады, қызу береді, жылытады. Көмір өте пайдалы шикізат. Ол көмір. Ал балалар, осымен сабағымыздың соңына да жеттік. Бүгінгі сабақта сендер Қазақстан жерлері және Қазақстан қандай қазба байлықтарға бай екені жайлы білдіңдер. Сау болыңдар.